2023 жылдың 22 шілде күні құрметті ұстаз Тоқтағұлова Нұржамал тәтеміздің 90 жасқа толу мерейлі тойы Семей қаласында өтті. Осы көрсетілім қысқа түрде Нұржамал тәтеміздің өмірін, жұмыс істеп жүріп алған марапаттарын, Құдыш ағамыздың тәтемізге арнап жазған өлеңдерін және тойдың қалай өту барысын көрсетеді. Өмір дерек: анамыз Тоқтағұлова Нұржамал 1933 жылы шілде айының 17 күні Ақсуат ауданы Жданов қазіргі Екпін ауылында қарапайым жұмысшы отбасында дүниеге келген. Әкесі Әукен, шешесі Зияның ерке қызы болып өсті. 1951 жылы Ақсуат орта мектебін бітірген соң Алматы қаласындағы Жемпей қыздар институтына филология факультетіне оқуға түсіп, 1955 жылы бітірген. Жоғары оқу орнын бітірген анамыз Ақсуат ауданы 22-ші партсъезд атындағы совхозда ұстаздық қызметін бастап, көп жасар атасының қолында 1 жыл, Көктүбек ауылында бірнеше жыл қызмет етті. 56 жылы әкеміз Құдайбергенмен жанұя құрған. 1957 жылы тұңғыш перзенттері Ерғазы дүниеге келді. 59 жылдан 65 жылдар арасында Комсомол ауылында еңбек етіп, 65 жылы Ақсуат орта мектебіне қызметке ауысты. 83 жылы зейнеткерлікке шықса да, еңбектен қол үзбей ұстаздық қызмет пен қоғамдық жұмысты бірге алып жүрген. Аудандық әйелдер кеңесінің төрағасы, сот заседателі, партия мүшесі болып, абыроймен барлық ақыл білімін, саналы ғұмырын отанына, жас жеткіншектер тәрбиесі мен біліміне арнаған. Анамыздың шәкірттері тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемнің түкпір-түкпірінде қызмет жасап, ұстаздарына деген сүйіспеншіліктері мен құрметтерін кітап, газет, журнал беттерінде, интернет желісі арқылы да жолдап тұруларын біз анамызға деген шәкірттерінің зор құрметі, тағзымы деп білеміз. Әсіресе Қазақстан Республика еңбек сіңірген әртісі, парасат және құрмет ордендерінің иегері Майра Ильясова, профессор Шырын Құрманбаева, айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі ақын Әмина Құрманғалиева, тағы басқалар. Анамыз елден кем қылмайын деп, бізді абыроймен өсіріп жеткізіп, оқытып, бір-бір шаңырақ иесі қылып жеткізді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған бақытты да зор құрметке лайық жан, батыр ана деп білеміз. Балалары. Қарғаштың әнімен. Түнгі сағат соқты 3, ұйықтамаған қандай күш. Ғашық өртке тұтанып, өртенді ғой менде түс. Ғашық өрті лапылдап, жүрекке ойсап ақылдай. Ой ойлаумен қартайдым, жүректе жалын лапылдай. Сенсіз маған өмір бос, үйге келсем көңіл қос. Сен қарайсың, нем құрайды, ғашықтыққа бейне бос. 7 январ 55 жыл, Құдайберген, Алматы қаласы. Менде жоқ күндіз күлкі, түнде ұйқы, шынымен болғаным ба елге күлкі. Кім білер, орындалар, орындалмас, тілегім алға қойған, бұзған ұйқы. Сол ойым міне сенсің Нұржамал, жүректе махаббатпен соқты самал. Қолымды қайтсем саған жеткізермін, алдымда биік құзбен тұрса қамал. Серт. Бәдиша задаш, есенді сыйла ата-анамдай. Дұшпаның мен достарың таң қалғандай. Екінші сыйла менің өз басымды. Достарды пейіл мен күт алаңдамай. Үшінші беттен алмай үлкендерді, және де екі етпе айтқан сөзді. Жылмыңдаған сырты сұлу жігіттерге қадама еш уақытта оған көзді. Сыйларсың туып өскен туысымды, сыйлаймын мен де сенің туысыңды. Келісіп ынтымақпен әрбір жерде, болайық ел айтқандай сыйласымды. Сыйлаймын мен де сенің ата-анаңды, мәпелеп сен өсірген ағаларды. Мағанда олар болсын туғанымдай, екеуміз бір анадан туылғандай. Құлжанов Құдайберген,
Алматы. Нұржамалға. Ей гүлім, болдым ғашық өзіңізге, қап-қара қарақаттай көзіңізге, жібек мінез ақылдың парасаты, сызылған сіз біз деген сөзіңізге, сен ойлай бірнеше рет ұйқы бұздым, кешкендей бейнетпенен жасын құздың, өтемін бұл өмірде сені мендей, талпынттың жас баладай ұмтылғыздың, кеудемде тайсалмаған екі алмаң, жігітте арман барма сені алған, сендей қыз өмірімде іздеп едім, орындалар сені алып мендегі арман, бетіңе мені көрсең қан кіреді, аралай тұла бойың жан кіреді. Маған да сені көру әсер етіп, 62 тамырға жан кіреді. Нұргүлім деп соғады менде жүрек, нұргүлім деп тіленеді менде тілек. Кім біледі қосыла ма қосылмай ма, айқасып құлынтайдай біздің тілек. Нұргүлім менің тілегім, арналды саған жүрегім. Мәңгілік сеніменен өмір сүру, қазіргі алға қойған бар тілегім. Өртендім сен дегенде ғашық өртке, ойланып, ей Нұргүлім, ем тап дертке. Ей гүлім, шын көңілің менде болса, қол беріп меніменен шыда сертке. Құлжанов Құдайберген. Мен дағы 90-ға келіп жеттім, өмірде сан соққыдан өзім өттім. Жас қалған балапандар жетсе екен деп, талай жыл еңбек еттім, терім төктім. Өмір беріп әлдилеп аяладым, шексіз мол мейірімді аямадым. Аяңдап 90-ға да таяп қалдым, тілегім балаларым, жұлдыздарым аман болсын. Ақ тілектер ақтарылсын, балаларым мақтанышым, отбасымыз аман болып баршаңызға бақ дарысын. Осалмай қолды қалаға, балаларым жолдарында, өтпелі мынау заманда, пайда кейсін, отанына қалмай. Өтер өмір, жылдар жылдыр қаншама, осы бүгін бас қосуда, тынығыңыздар, әңгімелесіңіздер, демалыңыздар, бір шама. Бейбітшілік, мол бақыт, мықты денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Ағайындар, осы тұрған барлығыңызға баршаға. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Арманның бажасы. 90 жасқа бәріңізде келіңіздер, біздің тілек сол болсын. Амин. Қуаныш болып көгімізде, шаттық орнап өмірімізге, ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып, еңбек еттіңіздер. Енді сол жастар бір-бірі тапқаннан кейін, туған туысқан боп, құда-құдағи боп, отыра беріңіздер. Бір-біріңіздің төрімізде. Әкелер бақыт, аналар нұр. Бала өмір, немере гүл. Балалардан немерелердің қызығын көріп, осы тұрған барлығымызға аман жүр.
туғаныңыз құтты болсын. Енді біздің осы ойымызды өзіңіз алғашқы сөзбен ашып жатсыз. Барлық тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін немере шөберелеріңіз өзіңізді аялап құттықтап жатыр. Құтты болсын тойымыз. Осылай ортамызда құтшағамыздың көзі болып отыра беріңіз. Келесі межелерге жетіп, сол тойларда басымыз қосылсын. Тойымыз той қаласын. Деніңіз сау болсын. Ұрпақтарыңыз көбейе берсін. Елімізде тыныштық болсын. Аға ортаға шақырып келіңіздер. Құрметті Нұржан тәте, құрметті Ерғазы ағамыз, басқа Нұрғазы, Гүлжи, басқа балаларды бәрі көз алдымызда. Бүгін бір-ақ күндей болып отыр ғой, осы 90 жас кешегі өте қиын қыстаударда ештеңеге мойымай апамыз Нұржан тәте балаларын жеткізіп, сол өзінің еңбегінің қызығын көріп отыр. Ол еңбек көз алдымызда бәрі. Мамам туған Құдай берген деген жалғыз бауырының жалғыз келді, мамаммен бәріға тәтемізді бәрі. Сондықтан мамаммен екі апасы керемет бауырын жақсы көрді. Құдышаға бізге өмір бойы адамгершіліктің, білімдіктің, ғалымның, махаббаттың, Нұржамалдың керемет жақсы көріп өмір бойы қысқа ғұмыр болды, өкінішке орай. Бірақ бізге сол ағамыз бір сондай осындай есімізде, сондай қалпында біздің жүрегімізде. Сондықтан бүгін жасап отырғанда сол ағамыздың арты, нағашының арты қайыр батасын беріп, жасап, қызығын көріп кеткен сол тілегі орындалып, бүгін осы күнге жетіп отыр. Сондықтан жасыңызға жас қосыла берсін, осындай жас ұрпағыңызға да арысын, балалардың жақсы нағашыдан. Сондықтан сіз осы көп жасыңыз, көп кездесіп әңгімелесіп, соғысқа кеткен Тоқтағұл ақсақалдың ұрпағы сол атасы көрмеген сол мәні бүгін жасап отырған сол ақсақалдың тілектері бар деп мен ойлаймын. Сондықтан дастархан мол, уайым-қайыр жоқ, балаларға көп бұл құлжаның әулеті жасай берсін. Әрқашанда тілейтіміз денсаулық мол болсын. Осы отырған отырысы балалардың арқасында, осы балаларды жалғыз өзі жеткізіп, немере, шөбере сүйіп отыр. Аман болсын, ұрпақтар аман болсын. Әрқашанда біздің көңілімізде Құлжан қабілеттері, Құлжай қабілеттері, Патшан қабілеттері. Осы кішкентайлығымыздан үш семья бірге өсіп, тәтті өмір сүрдік. Міне әрқайсымыз өзімізде уже апа болып отырмыз, әже болып отырмыз. Әлі көшейін бір-бірімізді көрген кезде елжіреп, құшақтасып, сүйісіп кездесеміз. Сол апаларымыздың артымыздан қалдырған туған туысқандарға ниеттері осы сендер бірге болыңдар деген. Сол апамыздың арқалығында бәріміз осындай үлкен тойда басымыз кездесіп жатыр. Аман болайық, алыста жүрсек те, жақында жүрсек те, ниеттеріміз дұрыс. Әрқашанда көрген кезде, бүгін көргенде жүре берейік. Аман болайық. Сіздерден келген адамдар, туған туысқандар, сіздерге белдеріңіз сау болып, осындай үлкен мерекеде кездесе берейік. Жақсылықта. Апамыз аман болсын.
жасын немере шөберелері не берсін, ортамызда қалмай отыра берсін. Ал құрметті қауым, енді бәріміз осы апамыздың 90 жас мерейтойына келіп отырмыз. Алдыңғы күні келген кезде кірдім де өзіме шақырғанның үйренген қалжыңым бар ғой. Ол кісімен қалжың айтып келеді. Кірдім де, девушка, как ваше драгоценное здоровье десем, ой, мақалай дейді сразу. Міне, сондықтан, барлықтарыңыздар осы апамыздың 90 жасына келіп, сондай кереметтей болып жүреріңіздер, шын айтқанда. Арамызда қалған үлкеніміз. Ары қарай, мына 90-ыңыз емес, ары қарай мына бала-шағаңыздың арқасында, туған туысқанның арасында, жораның арқасында, кішкентай немере, көрші қолаңның арқасында осыны жасай беріңіз. Сіз бізге әлі керексіз. Әлі пәленбай адамдарды тәрбиеледіңіз. Бізді тәрбиелеп жатсыз. Әлі де сол сіздің ақылыңызбен жүрген адамдарымыз. Аман болыңыз әрқашанда. Сіздің тойыңызда жүре берейік, бәріміз аман болайық. Алтынай сөйлеген жоқ, Алтынай. Құрметті қонақтар, құрметті Нұржамал әке, бүгінгі мерейтойымыз қайырлы құтты болсын. Бәріміз бір жыл бұрын сіздің тойыңызға келеміз деп жоспарлаған күніміз сәтті келді. Деніңізге саулық, осылай немере шүбірлеріміз арасында бізді қуанты жастан жасқа тола беріңіз. Biz bərimiz rızamız. Құрметті қонақтар, сіздерге бір жауап беруін жақсы берсін. Amin. Алтынайға берді. Bir керемет шумақтарды баяғыда біздің мамамыздан 70 жасқа толғанда Кәкен деген ағамыз жазып еді. Сол шумақтардың арасында мынандай да бір сөз бар. Өзіне Алла риза Аллахтағы, бас қосқан жұртың наужан жақтағы, бұғадай жапырылған алыс жақын, бәрі де Нұржамал әке өзіне бас иген. Құрметті туыстар, бүгін шынымен үлкен мереке Нұржамал әкеміздің 90-ға толған мерейтойы. Мен осы той үшін ең бірінші Нұржамал әкемнің балаларына басын киіп рахмет айтқым келеді. Ершорымыздан бастап, майсарамыз бар, нұршөкіміз бар, арманымыз бар. Бәрін айтып, бәріне рахмет айтып келеді. Бүгін шынымен үлкен мереке. Нұржамал әке, баяғыда осыдан 21 жыл бұрын мен бұны айтқым келіп тұрғаны себебі осы біздің арамызда жаңадан қосылған құдалар бар. Олар көп тарихты білмейтін де шығар. Мүмкін мына біздің нағашымның балалары оны айтуға да жағдайда болмаған шығар. Баяғыда осыдан 21 жыл бұрын, почти 2 жыл бұрын Құтшағам дүниеден өтті. Сонда Нұржамалге 7 бала үйі, 2 бала құрсағында, сол 2 баланы осы жерге шақырып келіп тұр. Арман Ардақ. Арман Ардақ, осында келсінші. Міне, мына 2 бала сонда Нұржамал әкенің құрсағында дүниеге дәл келген жоқ. Ең үлкен ерғазы Ершөпеш. Ершөп сол үйдің әкесі болып қалды. Бірақ күнде көзі түкірейіп есейіп қалды. Әке болып сол март айында осыдан 52 жыл бұрын деп айтуға болады. Ерғазы бірақ күнде сол үйдің әкесі болып қалды. Сол кезден бастап Нұржамал әкенің қолғанаты да, қолғабысы да бәрі осы Ершөп пен Гүлжи. Кейін міне Арман мен Ардақ дүниеге келді. Арман мен Ардақтың атын Мәдина қойды. Міне Рысқұл мен Алтынай осында тұр. Үлкен апайларымыз, маманың үлкен апайының аты. Осы балалар жетсе екен деп Нұржамалға ешқашан ешкімге сыр білдірмей, құрметті қонақтар,
ешкім білмейді. Бұл кісі 9 баланың кірін қашан жуды, 9 баланың тамағын қашан пісірді, сонымен қатар жұмысына қашан үлгерді. Аппақ сондай болып киініп жүретін Нұржамал тәтеміз күні бүгін де сол ақ көйлекпен төсегінде отырады. Сол ақ көйлек үшін мен Майсарамызға рахмет айтқым келеді. Майсара тергеші, кел. Сіздер білесіздер ме? Енді Нұржамалмен осы уақытта шетелді ойда бәрі дұрыс, бірақ мына көз шіркін кетіп қалғалы Ерғазы мен Майсараның үйді. Майсараға мен рахмет айтқым келеді. Майсара апта сайын Нұржамал келді моншаға апарып, баладай шомылдырып, аппақ көйлек киісіп отырады. Қашан бармасаң ақ блузкамен отырады. Нұржамал тәте әлі төсекте отырса да, әлі мұғалім. Сондықтан Майсара жасаған үлкен рахмет, мен басым дейді. Келін болса осы Майсарадай болса деген келеді. Бүгін шынымен жай ғана Нұржамал тәтенің тойы емес, бүгін осы бала шағаның тойы деп айтқым келеді. Нұржамал тәтенің осындай керемет бала тәрбиелеген күні деп айтқым келеді. Енді Нұржамал тәтеге қашан бармасам, ол кісінің аузында кім дейсіз ме? Менің Нұршөгім дейді. Екі сөзім, менің Нұршөгім, күнде үш рет звондайды. Келіндерінің бәрін айтады, бәріне рахмет дейді. Сондықтан Нұржамал сіздің бүгінгі күнге дейін 90 дейін, бірақ мен айтар едім, ол жасты жеткіліксіз. Нұржамалден үйренетін біздің тәрбиеміз әлі көп. Сондықтан, құрметті туыстар, осы бүгінгі той ол Нұржамал тәтенің үлкен аналық салтанатының тойы деп айтқым келеді. Құрметті қонақтар, құрметті біздің Нұржамал тәте, сізге мен басым дейді, рахмет айтамын. Осы мамам екеуі қатар тағдырлас болды. Екеуі де ерте жесір қалыпты, екеуі бір-біріне білдірмей көмектесіп отыр. Сонда бұл жерге командировкаға барғанда балалар әкеп тастайды, менің ешкім емес, бауырларыммен мамама тастайды. Мен қазір ойлаймын, не деген ақыл. Сонда Нұржамалға жап-жас болып мама бауырларын тастап кетеді. Мамам үшін үлкен мәртебе болатын. Сондықтан құрметті келіндер, құрметті сіңілдерім, Нұржамал тәтенің бүгінгі тойы бұл әлі ерекше той. Үйрене беріңдер, Нұржамал тәтем жасай берсін, той тойға аласың. Барлық балаларға үлкен рахмет айтқым келеді. Көп рахмет Нұржамал тәтемізге. Енді төрімізге ағаларымыз бен апаларымыздың үлкен жолдарын беріп, осы Мұхтар бауырымның жаңағыдай үлкен атағын берсін, халық бағаласын. Сондай сіздерге бәріңіздеріңізге ұрпақ берсін деп тілеймін. Ал бүгінгі той шешеміздің жаңағы 90 жас емес, жаңа біреу 100-ден есіп деп отыр. Мен айтамын 800-ден есіп. Енді мәселе ол емес. Мәселе бүгінгі тойда ең жақын туыстар жиналып отыр деп отырмын ғой. Осы кісілердің алдында, шешеміздің туыстарының алдында, әкеміздің туыстарының алдында, өзіміздің құда-құдағилардың бәрінің алдында мынау қожалықтардың ұрпағын кішкентай және есеп беру сайлау жиналысы деп естимін. Сондықтан әлгі одан кейін екінші бір ерекшелік мына қарындасым бар, Айжан қарындасым бар, солар жанталасып кішкентай ғана шешемізге естелік бір кітап салады. Біреуін көшіріңіз. Содан кейін әлгі шешеміздің ескерткісі ретінде орамал шашу дейді. шешеміздің 90-жасында әлі университет әлгі кішкентай бір жейде немесе орамал том болмай тол болады дейді ғой. Ертең әрқайсыларыңыздың естеріңізде Нұржамал апаларыңыздың, Нұржамал тәпелеріңізден ескерткісі ретінде балалары кішірек болса да бір кішкентай боянып тұрғанда балаларымызға кішкентай ескерткісі жатсын деп білсін. Сұлық. Сөзіне бақыңыз. Басап жақсы болайын. Міне, іске
бұл анамыздың жасын берсін, анамыздың бас берекесін берсін деп сіздерге той иелерінің ұсынған шашу деп қабылдаңыздар. Сосын жаңағы анамыздың қыздарының жинағы ішкен анамыздың жанына келіп тұрып түссек тіптен ыңғайлы болар еді. Келіңіздер. Солға айнала балалар түскен келгендеріңізге көп рахмет. Маған тілеген тілектеріңіз Алла тағаланың құлағына шалып құтқарып алсын. Маған денсаулық жасай берсін. Жылдан жылға ондай жақсылықтар жасты сіздерге де тілеймін. Осылайдан жиналғанымыз бізде әрқайсыларымыздың денсаулықтарымыз жақсы болсын. Сол денсаулықтың арқасында береке бірлігіміз мықты болсын. Осылайдан туысқан дегенде аузымызды толтырып айтып жүре берейік. Құрметті туыстар, шешелердің туғаныңызға қайырлы құтты болсын. Қуанышымызға рахмет айтамыз. Барлықтарыңызға шешелерім жасын берсін. Аман болат, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Тойда кездейді. Арман. Керемет күнде жақсы той болып жатыр. Осыдан аттелетіп келген қарағанымызға бұйырсын, анамыздың осындай жақсы тойында жақсы тілектер айтылып, ақтөбенің қары жабылып, қандай керемет бір жиын. Туыстардың бәрі көріп, көптен көрмеген бірнеше жылдан басымызды қосып, араласып жатырмыз. Осындай тойды көп болып, осындай жақсы тойда, жақсы ниетпен келіп, анамыздың көңілін көтеріп кеткендеріңізге мындай алғыс
әрқайсыларыңызға енді көптің тілегі көл дейді ғой. Осы анамыздың жолын әрқайсымыз әуесін, әрқайсымыз осы баласына, немере шөберелер жүгінші сол балапандарына бүйесін анамыздың ені сау басқамады осылай ортамызда жүре берсін. Біздің әрқай жаңағы балалардың немере шөберелердің жетістігіне қуанып осыны және память дейді ғой, феноменальный кішкене шөбересінен туған күніне дейін біледі, әлі күнге дейін. Соны звондап өзі құттықтап отыр. Сол сияқты бәріміз де осындай жасқа жетсек те осы ясный ум дейді ғой, сол үйретсін бәрімізге. Осы жақсы қаламыз облыс орталығы болып керемет бір туыстардың басы жиналып той үлгілеп өтіледі. Жақсылық болсын, той болсын. Туыстар, мен ауыл уақыттарыңызды бөліп, біздің сүйікті құрметті әжеміздің мерейтойына кеп отырғандарыңызға мындағы рахмет айтамын. Апамыз енді 100 жасасын, денсаулығы сыр бермей, 100 жаса бізді осылай біздің арамызда жүре берсін, апамыздың жасы бізге берсін. Сіздердің жанұяларыңызды барлығын тек қана жақсылық тілеймін, той тілеймін, тек қана жақсылық болсын. Ал енді сөйлейтіндеріміз қол көтеріңдер. Мына біздің шешелеріміздің міне күйеу бала. Ассалаумағалейкум достар. Апам құтты болсын. Апаңыздың зор денсаулық. Анвар. Ой, подожди. Айдан. Когда Анвар имя другое. Анвар это Маржан. Өмір. Шалқардың ұлы. Құдай денсаулық деймін, ауырмаңыз, асырғаныңыз ешқандай қайғы болмасын. Апамыздың жасы берсін сіздерге. Осы тойдан тойға болсын, ең жақсы жерлерде ғана кездесін. Құдай берген өмір деп Жамалтай любит подчеркивать. Келгендер бар, Алматыдан келгендер бар, ауылдан келгендер бар міне. Мамның өзінің туған бауырлары келген міне. Сонау Каменкадан келген. Сондықтан да мен өте ризамын бәріне. Әсіресе қажағама ризамын әне. Сонау Астанадан ақша сатып кепті. Енді айтар едік. Бәрілеріңізге көп рахмет. Енді мына жаңа Нұрбек айтты ғой. Мен қарап отырмын осы біздің арамызда шешеміздің туған күнін құттықтап қуанып жүрген екі адам бар. Біреуі Нұрбек күйеу бала. Жеңгеміз кешіріңізші, астағфиралла. Екіншісі Серік. Екеуі де ерің депті. Езулері құлақтарынан түспейді. Жүгіріп жүр, не отырып шай ішпейді. Сондықтан да тәуба осындай болсын. Апайым мен сестренкаларым осындай мықты болса, өте қуаныштымын. Мына Дәурен бауырларым жүр нарда, Арекең жүр міне. Бәрі жүгіріп жүр. Нұрбол міне бәрі. Сүлеймен, Шалқар, Дәурен бәрі малатса енді. Сондықтан да бәріне көп рахмет. Ерғазы мынардың арымызды бастап, Гүлжи, енді бәріне рахмет айтамыз. Ат салысқанның бәріне. Енді не айтайын, денсаулықтарыңыз мықты болсын бәрімізге, бәрілеріңізге жұғысты болсын деп, Астанадан жұғысты болсын деген сөз жақсы айтылады бәр жерде. Сізге де жұғысты болсын деп мисайып тұрады. Сосын қылды бәрілерге жұғысты болсын, 90-ға келіңіздер, бірақ өз аяқтарыңмен жүріп, өздерің мәңгіде кетпей, аман есен, бақытты өмір сүріңіздер. Кездесеріміз келесі той болсын. Бәріңізге аманшылық, рахмет. Это обычное.
туысқандар, сіздерге көп рахмет. Алдын уақыттарыңызды бөліп біздің мамамыздың 90 жасына келген кезіңізде сіздерге де тілейтін зор денсаулық, біздің мамамыздың жасы берсін, 100 жасыңызға, 100 жастарыңыздай жиналып тойлайық. Енді тілейтініміз сіздерге де денсаулықтарыңыз мықты болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, сіздерде деген осындай үлкен ой ғана болсын, балдар аман болсын, өздеріңіз аман болыңыздар, немере бала-шағалар аман болсын. Енді осы жердегі бәлдерді тілейтін мықты денсаулық, ауырмаңыздар, сіздерде деген осындай тойлар ғана болсын. Енді көп рахмет сіздерге. Негізі үлкендер түйінді, үлкендер сөйлесін, жастар түйінді. Ал енді Нұрбек, Гүлжи, бері алғысыңыз, ертіңіз. Ана барған түсін жоқ, кәне бәрін бері тартыңыз. Енді менің құрметті тойшыл қауым, құрметті қонақтар, бүгін бағанадан бері үлкен қуаныш үстінде отырмыз. Сіздермен бірге анамыздың 90 жылдық мерейтойын тойлап жатырмыз. Көптеген жақсы тілектер айтылды, соның бәрі Алланың құлағына шалынсын. Енді менің анам 9 бала тәрбиелеп өсірдім, енді ол кісінің 10-шы баласымын. Негізінде содан 10-шы баласы болғанда 42 жыл болды, мен 30 баладан қалам. Қаншама уақыт кетті. Сол жылдар арасында ол кісінің аузынан бір қатты сөз естіген емеспін. Сол үшін өте ризамын, ол кісіге рахмет айтамын. Енді не айтамыз енді? Мамамыздың дені сау болып қартаймасын, осы әулетінде қуаныш ешқашан ортаймасын. Мереке үстем болып 100 жыл жасап, бастан ешқашан таймасын деп тілегімді айтамын. Мереке тағыда құтты болсын. Әмин, айтқаны келсін. Ал енді туған туысқандар, бәрілеріңізге көп рахмет. Елеп, осы біздің шешеміздің мерейтойына келгендеріңізге. Мына жақта міне құдалар отыр, туыстар отыр, достар, жолдастар, таныстар деген осы бәрілеріңізге. Сүлеймен, Ерағанов Сүлеймен. Және бәріңізге ашық жасыл етсін. Уайыстыңыз. Енді құрметті қонақтар, анамызға және мессенджер WhatsApp-пен келіп жатыр құттықтаулар. 70-ші жылғы 10-шы А класс оқушылары дейді. Қымбатты ұстаз ана Нұржамал Тоқтарұлы, сізді 90 жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймыз. 100 жасаңыз. Еңбегіңізді жемісін көрдіңіз. Қоғамдық ұйымдарда белсенді, партия жұмысында іскерлік танытқаныңыз есімізде қалды. Сізден алған білім де, тәрбие де ешқашан ұмытылмайды. Рахмет сізге, тағы да 100 жасаңыз. Балаларыңыздың қызығын, жақсылығын, бақатын көрдіңіз, бұдан артық ана бақыты жоқ. Тағы да құтты болсын мерейтойыңыз, сүйікті ұстазыңыз. Ізгі ниетпен сізге 1970 жылғы 10-шы А сынып оқушылары.